жаңа сөзіңізде жамандық жасаған кісі деп қалдыңыз, иә? Енді соншалықты көңіліңізді не қалдырды сіздің? Өмір болған соң ондай болады ғой. Азамат қой, бәрібір қадірімді біледі ғой дейсің. Олай болмай шығады. Енді өкпешіл, ренжігіш адам емеспін. Бірақ кейбірі өзінің не айтып, не істеп жүргенін білмейді. Абай айтады ғой, сөз ұқпайтын ақымақтан күнде ұтылам деп. Сосын үндемей қоя салам. Мына басқасы басқа, бұл дүниеде достан көңіл қалған жаман екен. Қайғыңа елдің бәрі ортақтаса алады, қуанышыңа, бақытыңа ортақтаса алмайды екен. Әсіресе сол дос деген жан сөйткен кезде түңіліп кетеді екенсің. Сонымен қоса, сиыр сипағанда адам сыйлағанды білмейді дейді ғой. Ол рас, көпке топырақ шашпаймын. Өз өмірімде болған нәрселерді айтып отырмын.